Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен әр жүкті және босанған әйел білуі тиіс тақырып диастаз жайлы сөйлесетін боламыз. Ол не? Себептері, белгілері, диагностикасы және ең бастысы емі және де алдын алуы. Осылардан хабардар болу үшін қыздар, менімен бірге болыңыздар. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және әйел денсаулығына қатысты басқа да пайдалы мәліметтерді алу үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Және де қыздар, қазіргі жаз мезгілінде актуальды тақырыптар су ішу және де әдемі бөксе мен арық аяқтарға жетелейтін жаттығулар комплексін жасауға кеңес беремін. Оларды менің арнамда аттас плейлистерден тауып аласыздар. Құрсаққа перзенттің бітуі аса қуанышты жағдай. Сонымен қатар жауапкершілікке толы кезең. Жүктілік барысында біздің ағзамызда физиологиялық, яғни табиғи өзгерістер орын алады. Ол зат алмасу үрдістерінде және тірек қимыл жүйесінде өзінің көрінісін береді. Осы өзгерістер мен тағы да басқа белгілі бір себептердің әсерінен жүкті және босанған әйелдердің көбісінде кездесетін құбылыс іштің тік бұлшық етінің диастазы. Диастаз ол жүктілік барысында немесе босанғаннан кейін іштің тік бұлшық еттері арасының ашылуы. Әдеттегідей түсініктірек болу үшін қысқаша ғана анатомияға шолу жасайық. Іштің тік бұлшық еті біздің ішіміздің алдыңғы бөлімінде көлдеңінен орналасқан, яғни кеуде қаңқасынан бастау алып қасқаға дейін жалғасатын ұзын бұлшық ет. Оның оң және сол бөлігі бар. Оларды бір-бірінен ажыратып тұратын дененің қақ ортасына жүргізілетін ақ сызық. Одан басқа бұл бұлшық етті тігінен бөліп тұратын үш шандыр бар. Кіндік тұсында, семсер тәрізді өсінінің тұсында және екеуінің арасынан өтетін. Нақ осы сызықтар ішке 6 кубик пішінін береді. Майтыны аз адамдарда оларды көзбен көруге болады. Сондықтан да іштің тік бұлшық етін халықта простат деп атайды. Сонымен ақ сызыққа қайта оралайық, себебі диастаздың пайда болуы нақ осы ұғыммен тығыз байланысты. Ақ сызық апоневроз, яғни дәнекер тін. Оның құрамында көптеген эластикалы талшықтар бар. Жүктілікте жаттыр ұлғайғанда сәйкесінше құрсақ қуысы да ұлғаяды. Оған осы ақ сызықтың жұқарып созылуы өзінің септігін береді. Құрсақ қуысына қаншалықты кеңею қажет болса, мәселен егіз, үшемдер үшін ақ сызық соншалықты созылып кете береді. Алланың құдіреті, мынаның барлығы керемет бір есеп. Босанғаннан соң бұл ақ сызық қалпына келуі керек. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ол өте эластикалы, яғни резинка тәрізді. Алайда созылу тым қатты болғаны үшін бұл тін ертелі кеш өзінің керілу қасиетін жоғалтады да құрсақ қуысындағы саңылау жабылмай қалады. Бұл диастаз. Диастаз көбінесе жүкті және босанған әйелдерде кездеседі, алайда ерлер мен балаларда да болуы мүмкін. Жүкті әйелдерде әдетте 3-ші триместрде дамиды. Бұл кезеңде бала тез өскендіктен құрсақ қуысына үлкен қысым түседі. Диастаз жүкті және босанған әйелдердің 60%-ында кездеседі. Әдетте ол босанғаннан кейін 8 аптадан соң жазылып кетеді. Ал 40% әйелдерде 6 айға дейін сақталуы мүмкін. Әйелдердің көбісі босанғанша диастаз белгілерін байқамайды. Сіздің жүктілігіңізде де диастаз пайда болуы мүмкін, алайда іштің керілуінен оны анықтау қиын. Босанғаннан кейінгі кезеңде диастаздың жалпы белгілері: кіндік асты не үстінде көзге көрінетін төбешіктің немесе ойындының болуы, кіндік айналасының жұмсақ немесе желе тәрізді болуы, жүру барысында іште жағымсыз сезім, жыныстық қатынас кезінде ауырсыну. Және қыздар, аса мән берілетін симптом ол бел мен жамбастың ауырсынуы. 20% әйелдерде өкінішке орай ол созылмалы формаға өтіп кетеді. Себебі сол құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасы өз қызметін дұрыс атқара алмай, енді жұмсарып босап тұр ғой. Артық салмақ жүктеме белмен жамбасқа түседі. Дұрыс емес мүсін, түшкіру мен жөтел барысында зәрінің шығып кетуі, жиі іш қатулар
және құрсақ қуысында әлсіздік сезіну. Егер де осы сабақ ұнаса, лайк басыңыздар, пікірлетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, ол маған үлкен шабыт сыйлайды. Ендеше қыздарым, аман сау болыңыздар. Бірінен ажыратып тұратын. Сәлем. Балам, сен ерте ояндың ғой? Иә. Күнім, ерте ояндың ба сен? Күнім, менің мама сабақ жазып жатыр. Лай, жалғастырамыз. Тағы да 3 шандыр бар. Балам, алдыңғы құрсақ қуысынан. Ау, және қыздар, аса. Аяғымды еш